18 мамыр халықаралық музейлер күніне орай Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінде музей түні 2026 атты ерекше мәдени шара өтті. Ашық есік форматында ұйымдастырылған кеште келушілер музейдің тыныс-тіршілігімен танысып, тарих пен өнерге толы рухани кештің куәсі болды. Мерекелік шара барысында музей аумағы нағыз мәдени танымдық орталыққа айналды. Көрмелер, ұлттық ойындар, қолөнер бұйымдары мен шығармашылық алаңдар келушілердің қызығушылығын арттырды. Сонымен қатар арнайы ұйымдастырған бағдарламалар арқылы қонақтар тарихи жәдігерлермен жақынырақ танысуға мүмкіндік алды. Заман талабына сай салынған орталық музей ісін ұйымдастырудың тың тәсілдері қолданылған. Бұл тәжірибе басқа облыстарға үлгі етуге болады деп атап өтті. Жаңа заманауи үлгідегі облыстық музейде негізгі қордағы 40 мыңға жуық түпнұсқа, көмекші қордағы 35 мың тарихи экспонаттарды талапқа сай сақтауға және музей экспонаттарын келушілерге таныстыру үшін заманауи технологиялар, жасанды интеллекттің жаңа мүмкіндіктері қолданылды. Облыстық тарихи өлкетану музейінің жаңа ғимараты берілгеннен кейін тұрғындардың қызығушылығы артып, келушілер саны өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға артты. Кеш аясында Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы мәдениет министрі, тарихшы этнограф Өзбекәлі Жәнібековтың 95 жылдығына арналған ұлт рухын ұлықтаған тұлға атты көрмеде көпшілік назарына ұсынылды. Көрмеде қайраткердің ұлттық мәдениет пен тарихи мұраны сақтаудағы еңбегі кеңінен таныстырылды. Музей бұл өткен мен бүгінді жалғап отырған, көнеден қалған дүниелерімізді көздің қарашығындай сақтап тұратын бірде-бір үлкен қара шаңырақ. Бүгін мінеки 18 мамыр халықаралық музейлер күнін атап өтіп жатырмыз. Жалпы бұл мереке тек қана біздің Қызылорда қаласында емес, бүкіл халықаралық деп айтылып тұрған сөздің өзінен ақ бүкіл әлем бойынша осы мереке жыл сайын үрдіс ретінде өстіп тойланып тұрады. Ал бүгінгі 18 мамыр халықаралық музейлер күнімен барлық Қазақстандағы музей қызметкерлерін мерекелерімен құттықтаймын. Менің бұл музей саласында жұмыс істегеніме, қызмет атқарғаныма биыл 7 жыл қор сақтау бөлімінің ғылыми қызметкерімін. Осы біздің еңбегімізді елеп Түрксой өкілдеріне рахмет айтамын. Бүгін Түрксойдан алғыс хат беріп жатыр. Рахметімді айтамын. Барлық музей қызметкерлерін тағы да мерекесімен құттықтаймын. Кешкі уақытта ұйымдастырылған тарихтың түнгі тынысы жобасы аясында келушілер музей залдарын түнгі форматта аралап, әр жәдігердің тарихына тереңірек үңілді. Ал фотозоналар мен квест ойындар жастардың ерекше қызығушылығын тудырды. Ұлттық ойындар ойнатылып, күй керуені музыкалық кеші мерекелік көңіл күй сыйлады. Музей түні 2026 шарасы көпшілікке рухани әсер сыйлап, музейдің тек жәдігер сақтайтын орын емес, тірі мәдени кеңістік екенін тағы бір дәлелдеді. Аружан Серікқызы, Ержан Сумағұл, 7-7 News.